Сәлеметсіздер ме? Эфирде Independent KZ ақпараттық агенттігінің EduLife бағдарламасы. Хабарды жүргізуші мен Жазира Бегалы. Бүгінгі бағдарламада жұмыс берушілер қандай мамандарды іздеп жүр деген тақырыпты талқылаймыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. 6 жылда осы жұмысшы мамандарына деген сұраныс арта береді, ал маман жетіспеушілігі 400 мыңға жетуі мүмкін дейді. Басқа адамдар түсінбейтіндей болады енді. Бірақ ең біріншісі сол ақша жағынан, екіншісі мысалға колледжда, мастерскойда жұмыс істеген кезде, жарысқа дайындалған кезде бір қызықсан дальше кете береді. Содан ары қарай міне 5 жыл болды, біз 5 алтын жылына осы құрғақ құрылыс саласынан алып жатыр. Колледж любой таңдауға болады негізі. Престижне, потом жабдықтауына возможностьтары көп болса, соған қарау керек. И бала өзіне қарау керек тағы. Өзінің ұмтылысы болу керек. Мамандығыңыз қарапайым құрылысшы. Мен ешқашан қарапайым құрылысшылар сондай халықаралық сарапшылық деңгейде дейін көтерілу үшін бұл сіздің колледждің білім деңгейінің көрсеткіші деп айтуға болады. Құрметті көрермендер, Independent тәуелсіз ақпараттық агенттігінің парақшасына тіркеліп, пікір жазып, ойларыңызды бөлісіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал енді бүгінгі біздің студиямызға келген қонақтармен таныстырайын. Бауыржан Мұхамеджанов, Алматы құрылыс техникалық колледжінің білім меңгерушісі. Ұлжан Сауырбек, Алматы политехникалық колледжінің бөлім меңгерушісі. Сәулет Сембиева, Алматы көпсалалы колледжі директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі біздің бағдарламада әрине жұмысшы мамандары жайлы талқылаймыз. Соңғы жылдары сарапшылар 6 жылда осы жұмысшы мамандарына деген сұраныс арта береді, ал маман жетіспеушілігі 400 мыңға жетуі мүмкін дейді. Енді сіздерге сұрақ, осы колледж десе біз нені есімізге түсіреміз? Колледжге оқыды, ары қарай біз білмейміз, ол балалар жұмыспен қамтамасыз етіліп жатыр ма? Ол балалар қандай қызметпен айналысып жатыр? Жұмысқа орналаса ала ма? Ол орта білім ғой деген ата-аналардың уайымы бар. Сондықтан ең алдымен бірінші сұрақ, мынау жұмыс беруші компаниялар сіздерге маманды өздері іздеп келе ме? Сіздер әріптестік бар ма солармен? Сол жайында әңгімелеп берсеңіздер. Жақсы, сәлеметсіздер ме? Сіздің сұрағыңыз өте орынды, өйткені бүгінгі таңда колледждерде дуалды оқыту жолға қойылған. Бұл дуалды оқыту дегеніміз студентке тек қана теориялық қана білім беріліп, бұл кітаппен ғана аудиторияда шектеліп қалмайды. Сол алған білімін тәжірибе түрінде колледж қабырғасында соны бекітіп, соған дағдыланып, үйреніп бастайды. Осы орайда мен ерекше атап өткім келеді, жас маман бағдарламасы бойынша біздің колледжімізде құзыреттілік орталығы осы тоңазытқыш компрессорлық машиналар мен құрылғыларды монтаждау және пайдалану мамандығы. Бұл мамандық бойынша бізде Алматы қаласында біздің колледжде ғана даярлайды осы мамандықты. Құзыреттілік орталығы жас маман бағдарламасы бойынша заманауи құралдармен жабдықталған, яғни осы жерде бірінші курстан бастап дуалды оқыту жүйесі бойынша олар практикалық сабақтарды колледж қабырғасында жүріп оқиды. Сол жаңағы біздің зертханаларымызда тура өнеркәсіптегідей, яғни сондай құралдар бар, сонда бала үйреніп бастайды. Әлеуметтік серіктестеріміз, жұмыс берушілеріміз, студенттермен бізде екінші курстан бастап уже кездесе бастайды. Өйткені тағы да бір колледждерде өздеріңіз білесіздер, WorldSkills чемпионаты уже 11-ші аймақтық чемпионат осы 25 мен 27 аралығында өтті. Сол жерде жұмыс берушілер келіп, осы студенттерді көріп, олар жұмысқа шақырып қолдау көрсетіп жатады. WorldSkills Алматы 2026 байқауы өтті. Бізде барып оны көрдік. Өте тамаша, кәдімгі Атакентте үлкен шеберлердің алаңына айналды. Атакент 2 күн бойына түрлі сала мамандары өздерінің өнерлерін паш етті. Сол жайында бізде арнайы сюжет түсірген едік, бірге тамашалайық. Площадка для рекламы, да? Я не скажу, что да. Эта площадка, это как площадка WorldSkills. WorldSkills это то же самое. Спортивную олимпиаду смотрите же?
Вот то же самое, это на мировой уровень-то выходит. Мы готовим, с Алматы выходит один из лучших на республику. После республики, с республики выбираем одного самого лучшего и выпускаем уже на мир. Алматыда World Skills Алматы 2026 аймақтық кәсіби шеберлер чемпионаты 11-ші мәрте өтті. Байқауға 470 студент қатысты. Шеберлер байқауында колледжде оқитын жастардың білім мен кәсіби біліктілігі сынға түседі. 500-ден астам майталман маман қатысушылардың жұмысын бағалайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша әділқазылардың 30% жұмыс берушілер. Архитектура, дизайн және инженерия колледжінің студенттері бұл байқауда үнемі топ жарады. Осы оқу орнының шебері Дінмұхамед бұл жолы бас сарапшының орынбасары. К сожалению, у нас в Алмате наши предприятия, мы же для них готовим, по сути, мы организуем для них. Но здесь очень мало их, к сожалению. Да, наши участники заканчивают, они потом трудоустраиваются в разные предприятия. То есть мы же не можем, как данного студента сказать, иди в эту компанию работать. Они самостоятельно, у нас есть свои социальные партнеры, которым, допустим, у каждого колледжа есть свои социальные партнеры. И мы стараемся, чтобы они работали у них, например, да. Но вообще эта площадка организована именно для таких предприятий, которые они сами отбирают будущего сотрудника, скажем, да, например. Потому что здесь данная площадка уже выступает в основном лучшие. Құрғақ құрылыс және сылақ жұмыстары бойынша архитектура, дизайн және инженерия колледжінің ең үздік студенті де бақ сынап жатыр. Биыл жеңімпаздарға қомақты қаржылай сыйлық берілді. Сонымен бірге республикалық чемпионатқа аттанады. Құрметті көрермендер, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Ал сіздер Independent парақшасына тіркеліп, пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Ендеше хабарымызды жалғастырайық. Дәл осы алаң қазіргі таңда жұмыс берушілердің және сіздердің колледждердің әріптестікті нығайтатын бір үлкен байқау болып тұр. Мен осы жерде қосымша айтып кеткім келеді. Жаңағы 2025 жылы осы тоңазытқыш компрессорлық машиналармен қондырғыларды монтаждау және пайдалану мамандығы негізгі емес, яғни қосымша құзыреттілік бойынша қатысып, біздің студентіміз Абылай республикалық байқауда бірінші орынды әріптестері міне біледі, алтын медаль алып келген болатын Алматы қаласына. Абылай Хасенов. Абылай Хасенов. Біз ол жайында сюжет түсірдік. Ал осы 2026 жылы біздің осы мамандығымыз негізгі құзыреттілік бойынша қатыстық. Енді біздің қазір өндірістік оқыту шеберлеріміз, жаңағы сарапшыларымыз, қатысушы студентіміз республикалық чемпионатқа дайындықты бастап кеттік. Дегенмен де бізде әлі күнге дейін бір пікір қалыптасқан, ол көзқарас бұрыннан бар, осы жаңа тоңазытқыш жөндейтін, немесе сантехникалық құралдарды жөндейтін мамандар бойынша қазақ тілінде оқуға балалардың саны аз деп жатады. Рас па бұл? Неге балалар бұл салаға бармайды? Енді бұл жұмысшы мамандықтарына қызығушылығы азайған, бұрын аз болатын, қазір ақырындап өсіп келе жатыр. Себебі бұның бір өсуіне себептер, жаңа өздеріңіз атап өткен сияқты, мына Атакентте ұйымдастырылған осындай жарыстардың арқасында, оларға жарыста жеңімпаз болғандарға жаңа ақшалай сыйлық берсетіп, жаңа қолдау көрсетіп, грамоталы беріп, жаңа әке-шешесіне мақтау қағаздар беріп, бұл балалардың арғы қарай осы құрылыс саласына, жұмысшы мамандықтар саласына келуіне бұл да бір жарнама десек болады. Айтқан бір бөлек, сол жерде площадкада қай мамандық қалай дайындалатынын көреді, қалай жарысатынын көреді, соған байланысты олар өздеріне сол жерден мамандық таңдап алады десе де болады сол алаңда. Мен сол салада қазір халықаралық сарапшымын, шетелдерге шығып, балаларымызды дайындап, жарыстарға апарып жүреміз. Сіздің өзіңіздің мамандығыңыз? Мен құрғақ құрылыс және сылақ жұмыстары деген мамандық. Сіздер жаңа тура сіз алып жатқан эфирден көрсеттіңіз, сол мамандық бойынша бізде 2017-те бірінші республикалық жарысқа барғанда ең бірінші үздік маман деген медаль ұтып алдық республикадан. Содан ары қарай міне 5 жыл болды, біз 5 алтын жылына осы құрғақ құрылыс саласынан біздің колледжіміз 5 алтын алып жатыр. Ана Талап деген білесіздер, өзі коммерциялық емес акционер қоғам бар. Солар жаңағыдай өзінің халықаралық сарапшы болу деп ұсыныс тастап, сонымен өзіміздің
өзіміздің резюме дейді ғой, соны беріп, сол қазір халықаралық сарапшы 3-ші жыл осы халықаралық жарыстарға барып жатырмыз. Иә. Мамандығыңыз қарапайым құрылысшысы. Мен ешқашан қарапайым құрылысшылар сондай халықаралық сарапшылық деңгейіне дейін көтерілу үшін бұл сіздің колледждің білім деңгейінің көрсеткіші деп айтуға болады. Өйткені дәл осы байқауға барып көрдім, сіздердің оқу орны биыл рекорд жасап, барлық бағыт бойынша өздеріңіздің жүйріктеріңізді бәйгеге қосыпсыздар. Жақсы нәтиже көрсетті. Нәтиже қалай шықты? Енді біздің Алматы бойынша бізде 9 алтын медаль ұтып алдық, 4 күміс, 3 қола, бір үздік медальон деген жеңіске жетті, онда сондай ұтып алдық. Бізде негізі 20 мамандықтан қатысқанбыз, соның ішінен 17 мамандықтан результат болды десе болады ғой, 17 мамандықтан. Халықаралық сарапшысыз, жалпы әлемдік деңгейде қанша мемлекет қатысады? Әлемдік деңгейде біздің мамандық бойынша 18-17 әр жылына байланысты европалық чемпионаттар болса 8 команда сондай қатысады. Былтыр Астанада өткен республикалық чемпионатпен бірдей деңгейде өтті десек те болады, өте тартысты болды. Алматы политехникалық колледжі 23 құзыреттіліктен қатысты. Біздің колледжіміздің оқытатын бағыты IT бағыты болғандықтан, қазіргі таңда білесіздер, президентіміздің өзі осы жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп бекітіп кетті. Осының аясында біз қатысатын құзыреттіліктер санын шектемей, цифрландыруға қатысты барлық құзыреттіліктен қатысып көрдік. Нәтиже өте жақсы. Қазір қоғамда нарықта алсақ, кез келген салаға IT мамандар өте қажет. Қарапайым өндіріс болсын, білім беру саласы, медицина болсын, барлығына IT шешімдер қажет. Сол себепті IT мамандарына деген сұраныс жақын арада өте көп болатынына сенімдіміз, және нәтижеміз өте жақсы болды. 12 алтын колледжіміздің қоржынында. Алдыңғы жылы да Алматы қаласы осы WorldSkills байқауынан республикалық чемпионаттан бірінші орында болған болады. Тоңазытқыш жөндеушілер, құрылысшылар қазіргі нарықта сұранысқа ие мамандық деп айтып жатырмыз, иә? Бірақ осы бір тоңазытқышты жөндеуді үйрену үшін бала 4 жыл жүре ма, оқи ма, әлде тек қана тоңазытқыш жөндеумен шектеле ма ол? Жоқ, 4 жыл емес, бізде осы Алматы көпсалалы колледжінде 9-шы сыныптан кейін қабылдаймыз. 2 жыл 10 ай, яғни 3 жыл оқиды бұл мамандықты меңгеру үшін. Енді білесіздер, қазіргі бізде жалпы үлкен қаншама жаңағы сауда орталықтары, кешендер ашылып жатыр. Мысалға да Медеу мұз айдыны алып қарағанның өзінде өнеркәсіп орындары қай жерде алып қарасаңызда да барлық жерде тоңазытқыштар бар, барлық жерде салқындатқыш, желдеткіштер бар. Яғни тоңазытқышты жөндеуді үйренген бала мынау желдеткіштің де мүгешкесін зерттеп анықтап біліп шығады. Жөндеу жұмыстарын орнатуды меңгере алады. Бізде мысалға мен айтар едім ата-аналардың назарына, міне қазір жаз мезгілі жақындап келе жатыр. Осы кезде Шинлайн компаниясының өзі бізге хабарласып, сіздер мүмкін болып жатса, біздің өзімізді аудиторияға студенттермен кездесуге шақырсаңыздар, біз студенттерге өзіміз әңгімелесіп, соларды жұмысқа қабылдап алсақ деп. Тіпті біз айтамыз ғой, иә, біз өзіміз түсіндіріп айтамыз, біз сіздерге студенттерді іріктеп береміз деп жатсақ, олар өзіміз келіп студенттермен сөйлесейікші, алайықшы деп, олар мысалға жаңағы разбоска дейді ғой, яғни апарып әкелу, бір мезгіл ыстық тамағымен қамтамасыз етуге дайынбыз деп, былтырғы оқу жылында бізде осындай студенттеріміз жаз мезгілінде қосымша жұмыстарын жасап жатты. Сұраныс өте жоғары деп сеніммен айталар едім. Өйткені бізде колледж осы мамандыққа және жиһаз өндіруші мамандығына басым көңіл бөлеміз. Өйткені сіздің студенттеріңіз сол оқу колледждің қабырғасында жүріп, өзінің кәсібін ашатын мамандар деңізші? Деп айтуға болады, өте болады. Өйткені қараңызшы, бүгінгі таңда мысалы қаншама тұрғын үй кешендері көп салынып жатыр, мысалға. Одан кейін тапшы ғой. Мысалы қазір үйді жөндейтін болсаңыз, жиһазды тапсырыс беретін адамдарды
таппайсыз. Міне соған оған келе жатырмын. кезекке тұрасың. Иә, ол үй салып, мысалға үйді салып береді деп айтайықшы, қарапайым тілмен. Бауыржан ағайлар салып береді үйді. Енді оған үйдіке біз не істейміз? Жөндеу жұмыстарын жасап Тек қабырғасымен береді ғой енді қазір. Жөндеу жұмыстарын жасау керекпіз. Оған кім керек? Дизайнерді Жылы таңдаймыз. еден дейді ғой, еденге жылу жүйелерін енгізетін сол. Міне сіздердің сантехник мамандар жүргізеді. Одан кейін дизайнердің біз жаңағы көмегіне жүгінеміз да. Бізде осы Дизайнерлердің бағасы мүлдем қымбат. интерьер дизайны мамандықтары да бізде бар. Олар сізге дизайн құрып бергеннен кейін енді біз жиһазға жаңағы тапсырыс бере бастаймыз. Бізде сол жиһаз жаңағы өндірісі мамандығы бар. Одан кейін әрине біз жаңағы кондиционер орнатамыз. Оған да маманды шақырамыз. Яғни қарап тұрсаңыз да жұмысшы мамандықтары бүгінгі таңда бізге күнделікті өмірімізде қажет қой, керек. Қазіргі таңда оқып жатқан студенттерге сұраныс өте жоғары. Біздің әлеуметтік серіктестеріміздің ішінде Қазақтелеком компаниясы бар. Яғни осы білім оқу орындарында оқып жатқан студенттерді өздері жұмысқа шақырады. Work and study дейді ғой, ол студент жай ғана оқып қана қоймай, сонымен қатар Ол сапа деген анау интернеттің жылдамдығын көбейту үшін дұрыс, иә. пәтерлерге орнатылғандай. Қала бойынша қазір тартылып жатқан барлық Еңбек ақысын төледі, иә? Иә, әрине төледі. Барлық кабельдерді жаңарту, жаңағы тұрғын үй кешендеріне барып, арнайы тапсырыстар түскен жағдайда барып, жаңа құрылғыларын орнатып беру, интернетін қосып беру деген сияқты сондай жұмыстарға біздің колледжіміздің студенттерін шақырған болатын. Олар жаңағыдай практикалық дағдыларын жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар жаңағыдай еңбегінің ақысын да алған болатын. Және де осы Қазақтелеком компаниясы біздің серіктестеріміз ретінде жыл сайын өзінің мақсатты целевой заказ дейді ғой, тапсырысын береді. Соған сәйкес біз жылдың басында жаңа оқу жылына студенттер қабылдаймыз, сол мамандыққа сәйкес келетін. Қазіргі таңда 200-ден астам әлеуметтік серіктестеріміз бар. Енді оның ішінде биылғы жылы алсақ 35 студентті сол целевой заказ бойынша біз оқуға қабылдаған болатынбыз. Енді жаңа айтып жатыр ғой, дизайнерлер студенттеріңізді колледж бітірмей жатып алып кетеді екен ғой. Жұмысқа алуға, енді дипломдық жоба қорғау болады бізде, қорытынды аттестация ретінде. Сол кезде біз комиссия мүшелері ретінде осы ірі компаниялардың разработчиктарын, директорларын арнайы шақырамыз. Сол кездің өзінде дипломдық жобаларына қарай, балалардың ұсынған шешімдерін көріп, оны жүзеге асыруын қарап, тіпті сол жерде бір-бірімен таласып жұмысқа шақырады десек те дұрыс айтқан боламыз. Бітірушіліктеріміздің 80%-ға жуығы бізде жұмыспен қамтылған. Енді өздеріңіз білесіздер, жаңағыдай дизайнерлар тұрғын үйдің дизайнын жасап беріп жатса, оның ішінде қала бойынша байланыстың бәрін интернетін орнатып жасайтын, қазір білесіздер, Smart City деген жоба бар, ақылды үйлер бар, соның технологиясын бәрін орнатып беретін осы біздің IT мамандар. Өкінішке қарай соңғы кездері бәлкім адамдардың көзқарасы өзгеріп келе жатыр деп ойлаймын. Ата-ананың ғой енді. Бұл жерде балаға бағдар беретін негізі ата-ана. Ата-аналардың көзқарасы өзгермейінше бізде сол бұрынғы күйінше жоғарғы білім алу керек, заңгер болу керек, немесе тағы экономист болу керек деген пікір қалыптасқан. Соны өзгерту үшін қазіргі таңда сіздер үлкен еңбек атқарып жатырсыздар. Мысалы, осыны біздің мақсатымыз айту, біздің EduLife бағдарламасы арқылы халыққа жеткізу. Осындай мамандар бар, балаларыңыз жұмыссыз қалмайды, келіңіздер деп жарнамалау мақсатымыз. Енді айтыңызшы, сіздер құрылыс саласы болғандықтан қазір сантехникалық құрал саймандар көптеп шетелден келеді. Қытайдан болсын, Европадан болсын, тіпті түрлі біз естімеген елдерден келіп жатыр. Бағасы, мысалы, өткенде көрсетіп жатыр, 1,5-2 миллионға дейінгі унитаздар. 3 миллионға шейін. 3 миллионға дейін. Бізде де ондайды. Содан кейін жаңағы өздері қақпағы ашылып, өзі қақпағы жабылатын, сондай дәретханаға орнатылатын қондырғылар келіп жатыр. Бұл енді қарап отырсаңыз, бұрындары бізде қалай ойлайтынбыз? Бір хабарландыру арқылы хабарласа саламыз, ол кісінің дипломы бар ма, сол оқуды меңгерген ба, сол техниканың қыр-сырын біле ме, біз білмейміз ғой. Мынаны жөндеп беріңіз, мынаны орнатып беріңіз дейміз. Ал қазір оның бағасы қымбат болғандықтан абайлап шақырасыз. Сол сияқты сіздерде мамандар қалай оқытып жатсыздар? Осындай таңғаларлық техникалар келіп жатыр ғой енді.
Қазір енді мына заман бір қалыпта тұрмайды ғой, бәрі керемет дамып жатыр, өте қымбат техникалар қазір өндіріліп жатыр, солар әрбір қолданысқа беріліп жатыр. Сол қымбат техникаларды дайындайтын мамандықтарды біз жақсы дайындауымыз үшін, мына кісі айтып кетті, жаңа жас маман деген бағдарлама өте бір керемет бағдарлама болды. Ол жас маман деген бағдарлама қандай бағдарлама негізі? Ол жас маманның басты мақсаты мына оқу орындарында жақсы соңғы жаңағы технологияларды енгізу, соңғы жаңағындай қолданыстағы бар материалдармен қамтамасыз ету. Балалар сол істеп үйреніп, рынокқа барған кезде сол қымбат, сол жаңағы соңғы технологиялармен жұмыс істей алатындай болып қамтамасыз етуге. Осы Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен 2023-2025 жылға арналған бағдарламада осы біздің мемлекеттік Алматы қаласындағы колледждің арнайы пән оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері халықаралық тағылымдамадан өтіп жатырмыз. Бұның өзі де бізге жаңа күнделікті нарықта пайда болып жатқан, жаңадан келіп жатқан осы құрал жабдықтармен дейді ғой, қалай жұмыс жасауға бізге оған мүмкіндік береді. Мысалға, әріптестерім қазір айтып кетіп жатыр, менің өзім осы Алматы қаласы әкімдігінің бағдарламасы бойынша былтырғы жылдың мамыр айында Америка құрама штаттарында барып, 2 апталық тағылымдамадан өтіп келдім. Сондықтан бізде сонымен қатар студенттерімізде академиялық жаңағы ұтқырлық дейді ғой, сол бойынша біздің автоэлектрик біліктілігі бойынша 10 студентіміз Чунсин қаласында болып, Қытай Халық Республикасының сол жерде практикадан өтіп келді. Яғни сіздердің студенттеріңіз қазіргі біздің нарықты жаулап алған Қытай көліктерін жөндеумен айналысады. Иә, жөндеуге уже дайын болып жатыр. Өйткені біздің студенттеріміз барып келді, 3 апта тағылымдамадан өтіп келді. Олар прям заводтарына барып, олардың жаңағы жүргізушісі. Бұрынғы көлік пен қазіргі көліктің ерекшелігі бар ғой бәрібір? Бар, әрине бар, өте бар. Соны енді бұл менің жеке өзімнің ойым. Шынында Қазақстанда қазір Қытайдың автокөліктері көп деп келіп жатыр ғой. Мысалға, мүмкін 3 жыл өтер, 5 жыл өтер, 10 жылдан кейін оларға енді жөндеу қажет болады ғой. Олар соны біліп келіп біздерге оқу орындарына шығып, келіп біздермен меморандумға отырып, біздің оқытушыларымыз, студенттеріміз, мысалы политехника колледжінің да оқытушылар мен студенттер Қытайға барып, олар бізге келіп, біз қазір академиялық тұрлық бойынша осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондықтан жаңадан бұл келешекте нағыз сұранысқа ие болатын мамандықтар. Сондықтан қазір бір үйде 3 көлік болса, соның біреуі міндетті түрде Қытайдың көлігі деп айтсақ жаңылыспайтын шығармыз. Ендеше біз сюжет әзірлеген едік. Дәл осы жаңа мамандықтар, сантехникалық құрал саймандарды орналастыру, жөндеу бойынша мамандардың да пікірін білдік. Көрмеге барып, көзбен көріп қайттық. Соны бірге тамашалайық. Алматыда өткен аймақтық кәсіби шеберлердің байқауында Алматы құрылыс техникалық колледжі биыл рекорд жасады. Оқу орны 15 мамандық бойынша оқушыларын баптап бәйгеге қосты. Колледж студенттері 11 жылда әлемдік сайыстарда бақ сынап, жүлдемен оралған. Колледж директоры WorldSkills Алматы 2026 шеберлер жарысынан шәкірттерім жүлдесіз қайтпайды дейді. Жарысымыз басталды бірінші күні. Енді бұл жарысқа негізі біз 2015 жылдан бастап қатысып келеміз. Осы жарыстың аясында, WorldSkills чемпионатының аясында біз қазір Алматы құрылыс техникалық колледжінің студенттері 15 құзыреттілік бойынша біздің оқушылар бақ тартысып жатыр ғой, үш жерде қатысып жатыр. 15 бағыт бойынша, 15 мамандық бойынша қатысып жатыр. Сол енді біздің құрылыс саласындағы колледж болғаннан кейін 80% оқушыларымыз құрылыс саласындағы мамандықтарға қатысып жатыр. Атап айтатын болсақ, мына сантехника, және мына электрика, және мына құрғақ құрылыс сылақ жұмыстары, және біздің мына кірпіш қалау құзыреттілігі бойынша, плиткамен қаптау құзыреттілігі бойынша осындай
біздің осы құрылысқа керек мамандықтардың құзыреттілігінде біз қазір бағымызды сынап жатырмыз. Оқу орны заман талабына сай білім беру әдісін үнемі жетілдіріп дамытады. Ал шетелдік компания өкілдері студенттердің кәсіби біліктілігін шыңдайды. Біз мына осы үлкен ірі немістің компанияларымен жұмыс жасаймыз. Ол енді ол жерде құрал жабдықтан бастап біздің мына күнделікті өзіміздің сылақ жұмыстарына қажет қандай нелер бар. Соның бәрін өздері бізге тәжірибеде, практикада студенттер өтетін кезде барлығын тегін біздің колледжге әкеп береді. Сол әкеп бергеннің арқасында біздің студенттер өзінің машықтығын ұлғайта береді. Жұмыс істейді, мысалы гипсокартонмен жұмыс жасау, содан кейін краскамен қалай жұмыс жасау, одан кейін мына сантехникалық мына өзіміздің жылы полы болсын, үйдегі көп қабатты ғимараттағы біздің сантехникаларды қалай орналасу керек, бәріне сол компаниялар өздері көмектесіп, оқушыларды білікті маман даярлауға өте көмегін көрсетіп жатыр. Бұл мобильді шеберханада құны миллион теңгеден асатын сантехникалық заттар бар. Оларды үйлерге, ғимараттарға орнату үшін білім керек. Ал білім грантын иеленіп, шәкіртақы алып, колледжде оқуға әр баланың мүмкіндігі бар. Енді бізде ата-аналардың арасында енді бұрыннан қалыптасып кеткен сантехник мамандығының мәртебесі былай енді басқаша ғой. Себебі көбісі ата-аналар, оқушылар білмейді. Сол себепті қазір мына 3 жыл, 4 жылдың көлемінде біздің мына әлеуметтік серіктестігіміз үлкен мына Европаның үлкен компаниялары біздің колледжге келіп кіріп жатыр. Олар өзінің мына товарларымен, өзінің заттарымен біздің оқушыларды заманауи сантехникаға үйретіп жатыр. Мына біздің соңғы 2 жылдағы бізді бітіріп шыққан балалар, қазақ группасын, орыс группасын, олар қазір 500 мың теңгеден астам жалақы алып, сол сервис орталықтарында жұмыс жасап жатыр. Құрметті көрермендер, сіздер Independent KZ тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Edulайф бағдарламасын көріп отырсыздар. Біздің парақшамызға жазып, тіркеліп, егер сұрақтарыңыз болса, сізді толғандырған, осы жерде қажетті мәлімет алам деген сұрақтарыңызды жазып, бізбен тікелей байланысқа шығуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Мына Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі елімізде жұмыссыздық проблемасы бар болғанымен, өңдеу өнеркәсібі, құрылыс, көлік, ауыл шаруашылығы, энергетика және IT салаларында білікті мамандардың тапшы екенін және автоматтандыру жүйесі, робот басқаратын техниканың өндіріс саласын жаулап алуына байланысты 3,5 миллионнан астам жұмысшыны қайта даярлау қажет болады деп мәлімдеме жасады. Енді қарап отырсаңыз, 3,5 миллион деген аз емес, сондықтан бұл салаға қазір сіздердің колледждерге сұраныс бұдан да әрі қарай арта түсетіні сөзсіз. Менің сұрайын деген, жаңа біз тоңазытқышты айттық, тоңазытқышты соңына дейін нақты жауап берген жоқсыздар. Бір тоңазытқышты жөндеп, оны құрастыру үшін бала сол 3 жыл жүре ма, жоқ әлде тоңазытқышпен бірге желдеткіш дедіңіздер, жаңа еденге бір жылу жүйелерін енгізу, қандай тағы мамандықтар алып шығады? Бір бала оқуға түсті, ой енді колледжге баратындар көбінесе жасөспірімдер ғой. Ол қанша мамандықты игеріп шығуы мүмкін? Бізде дуалды оқыту жүйесі бар, барлығымызда да осы жұмысшы мамандықтар бойынша. Бұл жерде 9-шы сыныпты бітіріп келген оқушы 10-шы, 11-ші мектептің жалпы білім беру пәндерін меңгере отырып, сонымен қатар 1-ші курстан бастап бізде кәсіби модульдерді, яғни арнайы пәндерді дейді, қатар оқып бастаймыз. Жаңағы біздің құзыреттілік орталықтарымыз бар дедік, арнайы заманауи құралдармен жабдықталған. Сол жерде 1-ші курстан бастап олар өндірістік оқытуды колледж қабырғасында жүріп оқиды. Ал енді 2-ші курсқа келген кезде, 2-ші курста біз жаңағы өндіріске, яғни практика базасына жібере бастаймыз. Сол жақта олар қауіпсіздік шараларын үйретесіздер ме? Ол қанша айтқанмен түрлі аппараттармен жұмыс істейді? Оның барлығы әрине сақталған. Сол жаңағы біздің практика базасында олардың тәлімгерлері бекітілген. Бұл жаңағы техника қауіпсіздігі 1-ші орында оның барлығы. Ол бойынша жаңағы инструктаж дейді ғой, нұсқаулықтар жүргізіледі, таныстырылады. 1-ші осы қауіпсіздік техникасынан басталады жұмыс. Ал енді 3-ші курсқа
келген кезде бізде дуалды оқытудың бұл бір ерекшелігі, жалпы оқытудың 60% тәжірибеге, 40% ғана теорияға бекітілген. Енді осы бітірген кезде студенттеріміз қорытынды аттестаттау дейді ғой, сол қорытынды аттестаттау кезінде біз демонстрациялық емтихан түрінде өткіземіз. Ол дегеніміз, яғни бұрынғыдай бала билет алып, теориялық тұрғыдан жауап беріп қоймайды. Өзіне берілген модуль бойынша тапсырманы осы практика кезінде дайындап, соны қолмен жасап, жаңағы кімменің әріптесім айтып кетті. Адамға пайдалы екенін дәлелдеп шығу керек. Иә, әріптесім жаңа айтып кетті ғой. Біздегі сол қорытынды аттестаттаудың комиссиясында біздің тек өзіміздің колледждің оқу орнының ғана өкілдері емес, жұмыс берушілеріміз келеді. Солардың алдында сол модуль бойынша берілген тапсырманы қолмен жасап, соны қорғап және оны түсіндіріп, айтып, қорғап бере алады. Яғни сол жерден коммуникацияға да үйреніп жатыр. Жұмыс берушілер сол жерде баланың жаңағы жасаған жұмысына көңілі толса, қызметке алады деген сөз ғой. Ол да бар. Ол да бар, иә. Осындай мына соңғы демонстрациялық экзамен кезінде жұмыс берушілерді шақырамыз ғой. Олар да осындай комиссия мүшесі ортасында болады. Көреді қандай мамандықта, қандай балалар, қандай дәрежеде өзінің маманын меңгерген екен. Соған байланысты өзіне ұнаған балалар болса, жаңағындай сұранысқа ие болып, өздеріне шақырып, жұмысқа алуларына. Дәл қазір қандай мамандықтарға сұраныс өте жоғары? Мысалы, сіздер құрылыс техникалық колледжі. Сіздерде ең көп жұмысқа орналасатын қай мамандықтарды айтатын едіңіз? Бізде енді осы жұмысшы мамандықтардың, қазір өздеріңіз айтып отырсыз, жұмысшы мамандықтардың бәріне сұраныс көп. Ең өте жоғары қазір сұранысқа жиһаз мамандықты, жиһаз жасайтын мамандарға өте сұраныс. Себебі бізде біздің практика, мына тәжірибе басталмас бұрын, 1-2 ай бұрын жаңа жұмыс берушілеріміз келіп алдымен жаңа айтады, бізге осында 5 бала беріңіз, 10 бала беріңіз деп. 25 баладан алатында сонда үлкен құрылыс жаңа жиһаз компаниялары бар. Оларға да өте мықты, жаңағы жұмыс іздеп жүрмейді. Сіздердің оқу орнын бітірген студенттер жұмыс іздеймін, ертең қайда барамын деп бас қатырмайды. Енді бұл жерде колледж білім беру орындарының негізгі артықшылығы, бұл жерде бір ғана мамандықтың айналасында қалып қалмайды. Мысалға, бағдарламалық қамтамасыздандыру мамандығына студенттер оқуға түсті. Олар бірінші курстан бастап колледжімізде өткізіліп жатқан әртүрлі секцияларға қатыса бастайды. Мысалға алып қарайтын болсақ, бізде робототехника бағытындағы осы үйірме өте жақсы дамыған. Былтырғы жылы наурыз айында бізде ақш Америка құрама штаттарындағы Чикаго қаласында өткен First Global Challenge деген бір оқушылар және студенттер арасында үлкен жарыс өткізіледі. Соған студенттеріміз барып қайтқан болатын. Бұл жерде әлемнің 100 қаласынан қарапайым колледждің балалары. Ол бірінші курс болуы мүмкін, екінші курс болуы мүмкін. 100 шақты мемлекеттен студенттер, оқушылар келіп қатысады. Соның ішінен біздің командамыз топ 10-ға кірген болатын. Және осы алдағы жылы апрель, осы сәуір айының соңында 12 студентіміз өзінің жаңағы ментор дейді ғой, біздің өндірістік оқыту шеберімен бірге Хьюстон қаласында өтетін осы чемпионатқа қайта бара жатыр. Енді ол кісілерге сәттілік деп қоямыз. Сонымен қатар осындай үйірмелерге қатысып олар басқа жағынан да дамыды. Мысалы, тек қана бағдарламалық қамтамасыз әзірлеп, жаңа тестілеу деген сияқты жұмыстармен айналыспай, осынша шығармашылық жұмыстармен де айналысады. Сонымен қатар әлемге әйгілі Google, Microsoft деген компаниялар бар ғой, Cisco, Apple деген сияқты сол компаниялардың кішігірім курстарынан өтеді. Мысалға, 2-ші курс болсын, 3-ші курс болсын, сабақ барысында олар параллельді түрде сол курстардан өтіп сертификатқа ие болады. Ол дегеніміз халықаралық деңгейде мойындалған сертификаттар студенттеріміз ие болды деген сөз. Ертең жұмысқа орналасу барысында, білесіздер, ол өте жоғары бағаланады. IT мамандығында оқитын студенттер ондай сертификаттарға ие болу деген сөз, ол жұмысқа алу жаңа деңгейінің мүмкіндігінің жоғары деген білдіреді. Сонымен қатар жаңағы академиялық ұтқырлық деп жатырмыз шетелдік компаниялармен. Бізде осы жақында ғана 27 наурызда Қытай елінің Dahua Technology деген ірі компаниясының жаңағы ұсынысымен бізде жаңағы серіктестік меморандумы қол қойғызылып, ол өздерінің тренинг орталығын ашқан болатын. Бұл жаңағы осы білім басқармасымен жаңа талап
коммерциялық емес акционерлік қоғамының бірлесуімен жүзеге асырылып отыр. Яғни Қытай елінің қауіпсіздік бағытында оқытатын колледжі кибербезопасность бағытындағы оқытатын колледжі серіктестік жасатып, өздерінің құрылғыларын бізге әкеліп берді. Жаңағыдай студенттер ерекшелігі бар ма екен? Әрине, ол қазір білесіздер, заман дамыған, барлық жерде жасанды интеллект бар. Сол жасанды интеллект қауіпсіздік енді бізге қазір ауадай қажет. Өйткені біздің телефонымызға кімдер хабарласпайды. Қаншама адамдар алаяқтарға алданып отыр, үйден шықпай жатып. Сондықтан бұл қазіргі заманда өте керек мамандық сіздердің оқытып жатқандарыңыз. Және сіздердің студенттеріңізді көрдік. Біз осы жаңағы World Skills байқауында мені жасанды интеллектке үйретем деп маған ұсынысын айтып жіберді. Өзі миллион теңге еңбекақы алады екен, өзі студент. Мен осы жасанды интеллектті үйренгім келеді денем, маған жазылыңыз, мен сізге үйретем деді. Қазір білесіздер ғой, жаһанданған заман. Студенттер қазір уже кәсіпті меңгеріп алған. Бізге жаңағы ата-аналар келіп жатады ғой, сонда ата-аналардың қоятын сұрағы былай: колледж бізді практикадан өтумен қамтамасыз етесіздер ме? Ертең кейін менің балам жұмысқа орналасады ма? Сіздер соған кепілдеме бере аласыздар ма дейді. Біз әрине осы Алматы қаласындағы қай бір мемлекеттік оқу орнын алсаңыз, мысалға мен өзіміздің де Алматы көпсалалы колледж туралы толық сеніммен айта аламын. Бізде әлеуметтік серіктестермен, жұмыс берушілермен жаңағы жұмыс жолға қойылған. Біз практикамен 100% қамтамасыз етеміз. Ал енді сол практикадан өтуге барған студент өзін қалай көрсетіп, өзінің жаңағы жұмысқа қабілетін көрсете алса, жұмыс берушілер оларды алады және мамандар өте тапшы. Осы сөзіңізге дәлел ретінде біздің бір сюжетіміз бар. Дәл осы сіз айтқандай студенттер өздерінің кеңесін де берді. Тамашалайық қазір. Алдияр Хасенов 4-ші курста оқиды. Бағдарламашы жігіттің еңбекақысы миллион теңгеден көп. Бұдан бөлек өндіріс ошақтары медицина, сәулет, құрылыс саласына жасанды интеллектін енгізбек. Роборука бізде көмектесіп отырады. То есть точность, например, сізге нейрохирургияда бірінге істеу керек, мида. Соны ол точностын өлшеп беріп, сіздің ошибкаңызды айтып, 99%-ға дейін келтіріп береді. Өндірісте біз, например, мысалға келтірсек, ол қоқысты сортировка жасау. То есть камера тұрады, жасанды интеллект камерамен қарап, мусорын типін анықтап, кластеризация жасайды. Политехникалық колледж студенті World Skills Алматы аймақтық кәсіби шеберлер чемпионатына бірнеше мәрте қатысқан. Бұл байқау жас мамандар үшін мүмкіндіктер алаңы дейді Алдияр. 4-ші курс бітіргеннен кейін қайда жұмыс істейсіз? Мен қазір өзім архитектурный компанияда жұмыс істеймін. Мен сол жерде разработкамен айналысам, и сол архитектурада жұмыс істеуге программаларға искусственный интеллект кіргізуге ұмтыламын. Сіз сияқты білімді болу үшін не істеу керек балаларға? Қайда барып оқу керек? Сіздің колледжге кету керек пе? Жоқ, колледж любой таңдауға болады негізі. Бірақ колледждің несіне қарау керек. Престижіне, потом жабдықтауына, қандай көп возможностьтары көп болса, соған қарау керек. И бала өзіне қарау керек тағы. Өзінің ұмтылысы болу керек, өзінің идеялары болу керек, өзінің видение будущего болу керек. Біздің Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, дорогу осилит идущий. Сол, өзің ұмтылсаң, өзіне келе береді дегендей ғой. Серхан Абылайда келешекте жұмыссыз қалмайтынына сенімді. Өйткені әкесі тоңазытқыш жөндеудің қас шебері. Табысы 700 мың теңгеден басталады. Абылай жазда кірісі 2-3 есе көбейеді дейді. Әке жолын қуған студент бүгін тоңазытқышты жөндеп қана қоймай, тудың бейнесін айшықтамақ. Біздің стендіміз өзіміз Қазақстан туын қойдық. Мынау Қазақстан туы. Иә. Есілдімен. Сатып істегенбіз ғой. Бұл жарыстан қандай болу керек? Не талап етеді сіздерден?
сабырлық, ең біріншісі сабырлық және собранность, жиналып, дұрыстап, ойланып, асықпай жасау керек. Ол Алматы көпсалалы колледжінің тоңазытқыш және желдету мамандығының 2-ші курс студенті, Алматы облысының Ұзынағаш ауылының тұрғыны. Абылай мамандықты таңдағанына қуанышты, себебі келешекте кәсіби маман еңбек нарығында күреп ақша табамын деп сенеді. Қандай құпиялары бар біздің? Өзінің басқа адамдар түсінбейтіндей несі болады енді. Бірақ ең біріншісі сол ақша жағынан, екіншісі мысалға колледжда мастерской бар біздің колледжда, сол мастерскойда жұмыс істеген кезде, жарысқа дайындалған кезде, трубалармен жұмыс істеп үйренген кезінде өзің қызықсаң, өте қызық болып, дальше өз кетеді. Бір қызықсан, дальше кете береді. Құрметті көрермендер, Эдулайф бағдарламасымен бірге болыңыздар. Біз бүгін айтылған мамандықты қай жерде меңгеруге болады, және бүгін біз осы еңбек нарығына сұранысқа ие мамандық әзірлеп жатқан оқу орындарының мамандарымен қазір сұхбаттасып отырмыз. Енді айтыңыздаршы, сіздерді қазір ата-аналар іздейді. Өздеріңіздің оқу орындарыңызды жайлы айтып өтсеңіздер, сіздерді қалай табуға болады? Және сіздер Алматы қалалық колледж болғандықтан облыстан келіп білім грантын иеленуге бола ма? Бұдан өзге қандай мүмкіндіктер бар, жеңілдіктер бар? Соны айтып түсіндірсеңіздер. Жақсы, біз Алматы көпсалалы колледжі, осы Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жандосов пен Береговой көшесінің қиылысында орналасқанбыз. Жалпы біздің колледжіміз 80 жылдан астам уақыт, 1941 жылы құрылған, 7 мамандық бойынша мемлекеттік білім беру гранты бойынша мамандарды даярлаймыз. Бізде оқуға қабылдау осы ағымдағы жылдың 20 маусымынан бастаймыз барлығымыз. 9 сыныптан кейін қабылдаймыз. Оқу қазақ және орыс тілдерінде күндізгі бөлімде жүргізіледі. Сонымен қатар осы жұмысшы мамандықтары бойынша қабылданған барлық білім алушыларымызға, студенттерімізге бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етеміз. Одан кейін Ол тамақ тегін ба? Иә, әрине. Енді қысқы және жазғы семестр дейміз ғой, осы демалыс кезінде студенттерге өздерінің үйлеріне барып келу үшін басқа қаладан, облыстан келген білім алушыларға, яғни көлікке тегін жүру, жаңағы проезд дейді, жол ақысы төленеді, ол жаңағы және жол ақысын бересіздер. Жол ақысы беріледі. Сонымен қатар 40 мыңнан жоғары 43 мыңға дейін олар шәкіртақы алып оқиды. Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік жүйелері, телекоммуникация. Болашақта жаңағы жасанды интеллект арқылы архитектура дейміз, сәулет өнерінде меңгеруге болады. Қазір мысалы бұрын сызып отыратын еді, қазір айтады жасанды интеллекттің көмегімен жасай салады екен. Біздің оқу орнымыз Тастақ бір мекенжайы бойынша орналасқан, Сайран өзенінің жанында. Колледжде қазіргі таңда 1500-ден жоғары көп студенттер оқиды. 85 жылдық тарихымыз бар. Осы техникалық және кәсіптік білім беру саласында көп жылдық тәжірибесі бар колледждердің бірі ғой. 110 педагогикалық құрамы, 110 оқытушыдан тұрады. Жаңағы айтып кеткендей оқытушыларымыз халықаралық тағылымдамадан да өтіп келген. Политех колледжінің негізі осындай цифрлық және халықаралық стандарттарға сәйкес технологиялар енгізудің флагманы деп айтсақ та болады. Өйткені біздің жаңағы теориялық білім беріп қана қоймай, сонымен қатар колледждің базасында бірнеше зертханалар орналасқан. Біздің Алматы құрылыс техникалық колледжі Сайына 32 дейді, Сайына және Жұбанова көшесінің қиылысында орналасқан. Алматы қаласы бойынша осы құрылыс саласындағы ең бір озық колледждердің бірі. Оған себеп біздің сорс партнерларымыздың көбі осы үлкен компаниялар, солардың технологиялары арқылы жұмыс істейміз. Бізде енді жатақхана бар, сырттан келетін балаларға арналған жатақханамыз бар. Біздегі мемлекеттік колледждер сияқты бізде де шәкіртақы төленеді. Бізге оқуға түсу үшін келіп оқыту комиссиясының өзінің оқуға түскен туралы ұсынысын береді. Содан іріктеу арқылы жаңа мамандыққа адам толып кетпеген жағдайда сол бізге оқуға түсуге болады. Бүгін біздің студиямызға алтын уақыттарыңызды бөліп сұхбат бергендеріңізге
рахмет айтамын, өйткені кез келген ата-ана және оқушылар үшін өте маңызды мәлімет деп ойлаймын. Технология қарыштап дамыған сайын еңбек нарығында да бәсеке күннен күнге артып келеді. Бүгін меңгерген мамандығыңыз 2-3 жылдан кейін ешкімге қажет болмай қалуы да мүмкін. Сондықтан қазіргі заманның талабы кез келген адам болашақта бақуатты, бай өмір сүрем десеңіз, мамандықты адаспай таңдаңыз.